Жеті қарақшы солтүстік аспандағы ең танымал жұлдызды өрнек шығар. Жеті қарақшы аспанда бағдар табуға өте пайдалы, бірақ оның жасырын сыры да бар. Оның бір жұлдызы шынында екеу. Ал тіпті шындасақ, алтау. Мәселенің мәнісіне үңілейік. Ожау сабының ортасындағы мына жарық жұлдыз. Бажайлап қарасақ, жарқыраған Мицар мен әлсіз Әлгордан құралған қосар жұлдыз екен. Ал қазақ аңызы бойынша жарық жұлдыз жеті қарақшының бастығы Құдірет, қасындағы солғын жұлдыз олар алып кеткен Үркердің қызы Үлпілдек саналады. Бұл екеуінің екі бөлек жұлдыз екенін өз көзіңізбен ақ тексеріп көре аласыз. Ал дүрбі мұны анық көрсетеді. Екі жұлдыз жүйесі бір-бірінен шамамен бір жарық жылы қашықтықта, ал біздің күн жүйесінен 80 жарық жылында. Әлгор Мицарды небәрі миллион жылда бір айналып шығады. Қазір тартылыс күші көптеген жұлдыздарды шағын топтарға, әсіресе бір-бірін айналатын жұптарға немесе қосар жүйелерге біріктіріп тұр. Бірақ оларды жеке жұлдыз ретінде бақылау үшін әдетте телескоп қажет. Мицар мен Әлгор жұлдыздары телескопсыз ақ бөлек көрінетін санаулы қосар жүйенің бірі. Алайда ең қызығы әлі алда. Олар жақын орналасқан екі жұлдыз сияқты көрінгенімен, шындығында жүйеде 6 жұлдыз бар. Әлгордың өзі қосар жұлдыз болса, Мицар іс жүзінде 4 жұлдыз, 2 жұлдыздан тұратын екі қосардың жұбы. Сөйтіп, жеті қарақшыдағы ерекше қосарды Мицар мен Әлгорды табыңыз. Бір қарағанда жалқы жұлдыз болып көрінетін шырақ 6 жұлдызды жүйе болып шықты.